Мобильный данныйларыңызды өшіру есіңізден шығып бара жатыр ма? Телефондарыңыздың мобильный данный өзі автоматты түрде өшетін болуын қалайсыздар ма? Видеоны соңынан тамашаласаңыздар, мен айтып өтейін. Настройка бөліміне кіреміз. Бұл Xiaomi телефондарында Samsung'та бар ма жоқ па оны білмеймін. Және осы жерде мына питание тұр. Питание бөліміне өтеміз. Және питание өткен кезде төбеде қарасаңыздар, настройканың суреті тұр. Осының үстін басамыз. Және мына жерде тұр. Отключить мобильный интернет. Мен 30 минутқа қосып қойғам. Сіздерде бұл жерде никогда деген тұрады. Никогда тұрады. Осының үстін басасыздар, және мына жерде минут шығады. Өзіңіз қалаған минут таңдайсыздар. Қалсаңыз 30, қалсаңыз 10, қалсаңыз 5 минут. Сіздің телефоныңыздың экраны өшкеннен кейін 30 минутқа қойсаңыз, 30 минуттан кейін сіздің телефоныңыздың экраны өшкеннен соң 30 минуттан соң мобильный интернетіңіз өшетін болады. Яғни тағы қайтадан телефоныңыздың экранын басасыз, қайтадан тағы мобильный шығады. Тағы қайтадан телефонның жанын басып жүретін болсаңыз, тағы сол сіз белгілеген уақыттың аралығында телефоныңыздың мобильный өшетін болады. Бұл сіздің әрі мегабайтыңызды үнемдейді, әрі телефоныңыздың қуатын үнемдейтін болады, достар. Каналға лайк, подписка басып ұмытпаңыздар. Түсінбесеңіздер, комментарийға сұрақ қойсаңыздар, мен әлбетте айтып өтетін боламын.